Тұрмысқа шықпаған ақылына көркі сай, өте бір сұлу қыз медреседе білім береді. Бір күні әріптестері одан не үшін осындай сұлу, тәрбиелі бола тұра тұрмыс құрмай жүргенін сұрайды. Жауап ретінде ұстаз қыз мына оқиғаны баяндайды. Баяғыда бір елдің 5 қызы болған екен. Әйелі 6-шысына аяғы ауыр кезде күйеуі. Алланың ісі, әйел тағы да қыз босанады. Күйеуі қызды алып таң намазында мешіттің есік алдына қойып кетеді. Күн бата құптан намаздан соң қараса, қызды ешкім алмаған. Амал жоқ, қайта алып келеді. Бұл осылай бір аптаға жалғасады. Нәтиже болмаған соң өздерінде қалдырады. Жылдар өтіп әйелі ұл босанады. Бірақ ұл келген соң ұзамай үлкен қызы қайтыс болады. Артынша тағы 4 ұл босанып, әр ұлы туған сайын бір қызы өмірден өтіп отырады. Тек 6-шы кенже қызы ғана тірі қалады. Сол 6-шы қыз мына мен едім. Ал менің тұрмысқа шықпай жүргенім, үйде жалғыз қалған қарт кеме қарап қамқор болып жүргенім. Өзімнен кейінгі 5 бауырымның үй жайы бөлек, 1-2 айда бір хабар алып тұрады. Ал кем байғұс күнде жұмыстан келгенімді күтіп қызым, еркектен еркек туады деуші еді, жалған екен. Нағыз еркектен қыз туады екен дейді. Телміре терезеге қарап, ертерек заманда өзі жомарт, мейірімді бір бай кісі өмір сүріпті. Байдың жақсылығын туған туысы, көрші қолаңы ғана емес, өткен-кеткен жолаушылар да көп көреді екен. Бірақ жұртқа қайырымдылық жасаған сайын, байдың дөлеті арта түседі. Біреуге қой берсе, қорасындағы қойы егіз туады. Байлығы жұтамақ түгілі арта түседі екен. Байекең бір күні сапарлап жолға шығады. Қас қарайып келе жатса керек. Ат үстіндегі Байекең қоржыннан нан алып жейді. Сол кезде нанның бір үзігі жерге түсіп кетеді. Құмдауыт жер екен. Байекең аттан түсе салып, жерден нан үзімін іздей бастайды. Қанша қараса да таба алмайды. Қараңғы түсіп кеткесін сол жерге белгі қойып кетеді. Ертеңіне келіп нан үзігін жарықта қарап тауып алмақшы болады. Ертеңіне келіп қараса, белгі қойылған жерде ат басындай алтын жатыр екен. Байекең жасаған Алла, мен онсыз да баймын. Бұл алтынға мұқтаж емеспін. Неге маған бердіңіз деген екен. Сонда, сен қанша бай болсаң да сырапшыл емессің. Сараң емессің. Бір үзім нанның қиқымын обалсынып қайта келіп отырсың. Нан қиқымын құмырсқа елеуіне кетті. Ол құмырсқа үшін 1 жылдық азық. Ал бұл сенің пейіліңе берген алғысым деген екен жасаған. Қазіргі кезде нанның қиқымы түгіл, қоқысқа барсаң үйіліп, шашылып жатқанын көресің. Ас атасы нан деймізде, сонша сырапшылдыққа жол береміз. Сосын неге мынандай болды, неге менің ақшам жоқ деп жүргеніміз. Барлығының сұрауы барын ұмытпайықшы. Обалы сұрауы барын білейік. Мынаны оқы. Бір күні пайғамбарымыз Мұхаммед сахабаларына былай дейді: менің үмбетіме бір заман келеді. Сонда олар 5 нәрсені жақсы көріп, 5 нәрсені ұмытады. 1. Дүниені жақсы көріп, ақыретті ұмытады. 2. Өмірді жақсы көріп, өлімді ұмытады. 3. Заулим сарайларды жақсы көріп, қабірді ұмытады. 4. Мал-мүлікті жақсы көріп, ол үшін берілетін есепті ұмытады. 5. Жаратылысты жақсы көріп, жаратушыны ұмытады. Бұл адамдар шынымен де бейхабарсыз. Бұл ақиқат. 5. Шынымен де әлеміз, қабірге барамыз, онда періштелер сұрақтар қояды. Осы хадисті барлық адамдарға жіберіңіз.